Бұл видеода криптовалюта арқылы, яғни сізде Binance, Bybit сияқты криптокошелектер болса, солармен қалай депозит аламыз, соны көрсететін боламын. Жеке кабинетіңізде мына жерде депозит funds және депозит funds дегенді басасыз. Бұл жерде әртүрлі методтар көрсетілген, ал бізге керегі бұл жерде криптокурренси деп тұрады. Мүмкін басқалай жазылып тұруы мүмкін, если система обновить етілсе. Бірақ бәрібір осындай криптомен байланысты жазу болады. Соны таңдаймыз. USDT басамыз. Мұнда әртүрлі коиндар бар. Бірақ біз мына жерде көбінде USDT мен салатындықтан осыны таңдаймыз. Келесі continue-ді басамыз. Қанша сумма депозит аласыз? Бұл жерде шек жоқ. $100 деп алайық, иә. $1000 да салуға болады, 50 де салуға болады, 10 000 да, 100 000 да сала беруге болады. $100 деп мысал ретінде алдық. Келесі payment channel деген, ол каналыңыз, оплата жасайтын Tron, USDT дегенді таңдаймыз. Міндетті түрде Tron болу керек. Үнемі блокчейнді таңдаймыз. Ол жерде де Tron дегенді белгілейміз. Tron TRC20 деген ең дұрыс нетворктар болып саналады. Мына жерде минимум мінекей $10 деп көрсетіліп тұр. Мына жерде ережелері жазылған. Мен қазір экранға сіздерге бұл ережелердің орысшасын көрсетіп қоятын боламын. Continue-ді бастап жалғастырамыз. Подтверждаем. Осындай ссылка шығады. Сол ссылканы басып өтеміз. Бізді оплатаның страницасына апарады. Күтеміз. 30 минут уақытыңыз бар депозит салуға осы сізге берілген адреске. Мына жерде көрсетіліп тұр. Қарасаңыздар тағы да бір рет Tron деп тұр, неке чейн деген $100 деп тұр. Ол әртүрлі сумма болуы мүмкін. Мына жерде ережелері салынып тұр. Яғни сіз мына жерде USDT деп алдыңыз, USDT салу керексіз. Ол USDT емес, яғни келесі $100 я бәрін түсіндім деп мына жерде көкті басасыз ережелерін. Ары қарай сізге адрес беріледі осындай. Мына жерде астында тұрған осы адресті скопировайтты басып көшіріп аласыздар. Енді өзіңіздің крипто кошелегіңізге Binance-қа немесе Bybit-ке барасыздар. Бұл жерде сіздерге айтатын ереже $100 деп тұр, бірақ Binance-қа салған кезде, мысал ретінде, сіз $100 деп жазсаңыз, вывод жасаған кезде депозит салып. Ол жерде Binance $1 немесе $1 3 тиын деген сияқты, 3 цент комиссия ұстауы мүмкін. $100, $101, 3 цент немесе $101, яғни ол жердегі нетворктың қанша доллар комиссия ұстайтынын оқу керексіз міндетті түрде қарап. Салғаннан кейін крипто өте тез түседі, 1-2-3 минуттың ішінде түсіп қояды.